Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Біз бүгін жаңа тақырыпқа көшпес бұрын, мынандай жаңа терминдарға тоқтала кетейік. Бұл терминдарды бұрын өздерің естіп жүрсіңдер, оқыған жерлерің бар шығар. Бірақ достың арасында қандай байланыстар бар екенін маған қазір түсіндіре кетсеңдер. Бұл сөздер этнос, этногенез, антропогенез. Осы ұғымдарда қандай ұқсастықты байқап тұрсыңдар, сол бойынша маған жауап беріп кетсеңдер. Жақсы балалар, онда. Енді сабақтың тақырыбына көшейік. Сабақтың тақырыбы бұл жаңа тақырып Қазақстандағы этногенез және этникалық процестер. Енді осы сабақтың мақсатына жету үшін біз қандай алдымызға тапсырмалар қоямыз, міндеттер. Бірінші, Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру үшін антропогенез, этногенез, этнос ұғымдарын пайдаланамыз. Екінші, этникалық процестердің сабақтастығын анықтай отырып, Қазақстан аумағындағы этногенездің кезеңдерін айқындаймыз. Ал негізгі сабақ бізде қандай мақсатты қойылғанып отырмыз? Бұл мақсатта Қазақстандағы этногенез және этникалық процестерді түсіндіре алады екенбіз. Сабақты мақсатына тоқтала кететін болсақ, бірінші, Қазақстандағы этникалық процестерді түсіндіру үшін антропогенез, этногенез, этнос ұғымдарын пайдаланамыз. Екінші, этникалық процестердің сабақтастығын анықтай отырып, Қазақстан аумағындағы этногенездің кезеңдерін айқындаймыз. Ал енді балалар, бағана сабақ басталмас бұрын өздеріңе сұрақ қойған болатынмын, ұқсастықтарын табыңдар деп, ол термин сөздер болатын біздің сабағымызға кезігетін. Енді соған мен өзім толықтай жауап бере кетейін. Бұл антропогенез деген термин бар. Антропогенез адамның шығу тегін, даму тарихын және адамзат қоғамының даму кезеңдерін зерттейтін антропология ғылымының негізгі саласы. Екінші термин этногенез. Бұл грек сөзінен алынған, аудармасы тайпа, халық және шығу тегі. Әртүрлі қауымдық топтар негізінде жаңа құрамдағы туыстас тайпаның немесе халықтың қалыптасуы. Үшінші, этнос деген термин, мұнда тайпа, халық деген сөздер шыққан. Ғылымда халық термині орнына этнос термині орынды қолданыла бастады. Бұл термин этностың негізгі тарихи түрі. Тайпа, ұлыс, ұлт ұғымын түгел қамтиды. Келесі, этникалық қауымдастық. Бұл грек тілінен аударғанда тағы да тайпа, халық деген мағынаны білдіреді. Бір халықты екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін ортақ белгілері бар қауымдастық. Ал енді балалар, жаңағы берген анықтама бойынша әрқайсыларың әрбір терминға қысқаша жауап беру керек. Бірінші, мысалы, антропогенез, этногенез, этнос, этникалық қауымдастық деген терминдарға қысқаша жауап беру керек. Мысалы, антропогенез дегенде, мысалы, 5 сөзбен де айтуға болады, 3 сөзбен де айтуға болады, кейде оны 1 сөзбен де айтуға болады. Мысалы, антропогенез деген адамның шығу тегі, немесе шығу тегі. Этногенез деген, мысалы, қысқаша айтатын болсақ, бұл халық, тайпа деуге болады. Этнос деген сөз. Бұл да халық, қазір терминнің халық деген термин орнына этнос деген. Этникалық қауымдастық дегенде бұл бір халықтан екінші ажырады. Сондықтан қазір маған осы жаңа түсінгендерім бойынша қысқаша әрқайсылары жауап берсін. Әрбір терминдарға қысқаша 2-3 сөйлемнен айтып берулерің керек. Ал енді балалар, мына мәтінді мұқият тыңдаңдар. Қазір осы бойынша қорытынды жасаймыз. Бұл қазақ халқының қалыптасу кезеңдері. Біздің заманымыздан бұрын, 1-ші мыңжылдықта қазақ жерінде өмір сүрген сақ, үйсін, қаңлы тайпалары тілі жағынан иран тілдес, ал бет келбеті жағынан европейлік нәсілге жатқан, яғни андрон тайпаларына ұқсас болды. Яғни өздерің өткен тақырыптарда өткен болатымыз, сақтардың өмір сүрген жері, андрон тайпаларының қазақ жерлерінде өмір сүрген, олардың антропологиялық түр сипаттарын өткен болатымыз. Енді соған тоқталып отырмыз. Осы ертедегі тайпалардың тұрмыс тіршілігі, салты, кейінгі замандарда өмір сүрген қазақтардың өміріне өте ұқсас болған. Қазақстанға шығыстан келген ғұн тайпаларының араласуы нәтижесінде
6-9 ғасырларда монголоидтық белгілер дами бастады. Түрік дәуірінде түрік тілес монголоидтық ру тайпалардың миграциясы нәтижесінде араласу бұрынғыдан да күшейіп, монголоидтық белгілер тереңдей бастады. 6 ғасырда ежелгі түрік мемлекеттері, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік, кейінірек Қарлұқ және Оғыз мемлекеттері Қимақ қағанаты мен Қыпшақ хандығы құрылды. Монголдардың жаулап алуына байланысты Қазақстанда антропологиялық процестер жаңа өзгерістерге ұшырайды. Моңғол тайпалар түркіленіп, моңғолдық сипатына ажырайды, сипаттан. Ал жергілікті ру тайпаларда моңғолдық тұрпат күшейе түседі. Қазақ жерінде жаңа этникалық топтар пайда бола бастады. Бұл үрдістер қазақ халқының халық болып қалыптасуын 150-200 жылға кешеуілдетті. 13 ғасыр және 15 ғасырларда Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасы мен Моғолстан хандықтарындағы саяси құрылым қазақ халқының халық болып қалыптасуына зор әсерін тигізген. Себебі олардың құрамындағы Қыпшақ, Арғын, Найман, Дулат, тағы басқа тайпалар кейін қазақ халқының негізін құрды. 15 ғасырда тайпалардың Керей мен Жәнібек сұлтандары төңірегіне шоғырлануы бір ел болып қалыптасуын тездетті. 14-15 ғасырларда алғашқы жартысында Қазақстан аумағын мекендеген тайпалар қазақ тілінде сөйледі. Әртүрлі тайпалар топтасып, олардың арасындағы айырмашылықтар жойылды. Сөйтіп, қазақ халқы қалыптасты. Ал енді балалар, жаңағы мәтінді мұқият тыңдасаңдар, енді мынаған назар аударыңдар. Этникалық процестердің сабақтасын анықтау үшін мынандай кестені ұсынып отырмын. Бұл кестеде этностық өмірлік цикл деп аталады. Мұнда жаңағы мәтінде айтылып кеткендей, Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпалардың территориясын анықтауларын керек. Кестеге жазасыңдар. Екінші, территорияда бір немесе бірнеше этностардың өмір сүруі. Яғни Қазақстан жерінде қанша этнос, қанша халық өмір сүрді, қанша тайпа өмір сүрді. Сол туралы жазасыздар. Үшінші, белгілі бір этностың пайда болу туралы аңыз дастандардың орын алуы. Мысалы, Қарлұқтар, Оғыздар, және тағы да сол сияқты ертеде пайда болған тайпалардың қалай аңызда не айтылды? Мүмкін біреу Қасқырдан дейді, мысалы, арық тектері. Мысалы, Оғыздардың өздерінің тарихы бар, сол туралы аңыз дастандарды білгендерінше толтырасыңдар. Үшінші, этностың күшеюі дейді. Мысалы, қандай да бір мемлекет болсын, қандай да бір тайпа болсын, бірінші құралады, территориясы болады, оның кейін өзінің күшіне ене бастайды. Сол кезде қай уақытта бұлар күшіне ене бастады тайпалар, қандай тайпалар. Бесінші бағанада бұларда этностың шарықтау шегі дейді. Яғни сол мемлекеттің немесе мемлекет дәрежесінде өмір сүріп жатқан тайпалардың шарықтау шегі қай уақытта, қай кезеңге дейін олар өзінің ең толықсыған уақытына келді. Онан кейін қандай да бір халық болсын, қандай да бір мемлекет болсын, оның өзінің шарықтау шегі болады. Онан кейін шарықтау шегінен кейін төмендейді. Бұл бәсеңдеу дейді. Яғни нарда 6-шы бағанада этнос дамуының бәсеңдеуі. Қалай ол бәсеңдеді? Қандай күш әсер етті? Ішкі күш па, сыртқы күш па? Сонан кейін 7-сінде бұл тұрақтылық болады. Яғни ол тайпаның орнына басқа тайпа келеді, немесе сол тайпа өзінің атағын сақтап қалады да, оларда тұрақтылық пайда болады. Сол бойынша жазып кетесіздер. Енді қорытындылай келген кезде осы этникалық топтардың процестерінің сабақтастығы, мысалы, қалай бірін-бірі байланысты болғандығы туралы қысқаша маған жазып бересіңдер. Ал енді балалар, сабақтың соңында бағанағы өткен тақырыптарымыз бойынша қорытындылайық. Бұл қорытындылау кезінде алдарыңа мен сендерге нысананы ұсынып отырмын. Бұл нысанада әртүрлі түспен белгіленген, ортасында өзінен өзі ондықта бұл сарымен, онан кейін қызылмен жолақ, онан кейінгі көк жолақтар екен. Бұл жолақтар нені білдіреді? Егер осы сабақ қызықты болды дейтіндеріңіз болса, өздерің дәптерлеріңе қайтеміз, осы сар жолақты белгілеп қоямыз. Екінші, бұл сар жолақты белгілеген себептерің бұл сабақ өте қызықты өткендігін айтасыздар. Екінші, қызыл жолақта бұл сабақ маған түсінікті деген жағдайда маған осы көкпен белгілеп бересіңдер. Ал үшіншіде бұл қызылмен, ал үшіншіде көкпен белгілеу бұл
маған әлі көмек керек, мен түсінбедім дейді. Сондықтан осы балалармен анықтай отырып, келесі сабақтарда мен сендердің түсінбеген балаларға қосымша жұмыс жасаймын. Ал енді балалар, жаңағы қазір сендерге бейне жазба ұсынып отырмын. Бұл бейне жазбада бүгінгі өткен тақырыптар бойынша сұрақта түсініктеме беріледі, және сұрақтар қойылады. Сол сұрақтың аяғында, тапсырманың аяғында неге деген сұрақ туады, сол неге деген сұрақ сендерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Соны мұқият тыңдаңдар. Неге адамзат этникалық түрлерге бөлінеді? Неге үнемі этникалық бөліну болады және бөліне береді? Неге жақсы дамыған мемлекеттер бір уақытта жойылып кетеді? Неге кішкентай ғана этникалық топ белсенділік танытып, бір уақытта ұлы мемлекет құрып, өз мәдениетін қалыптастырды? Неге? Пассионарлар бір халық құрамына кіріп, жаңа этносты қалыптастырады. Мысалы, Рим республикасы уақыт өте келе Рим империясы болып құрылды. Одан кейін Батыс Рим және Шығыс Рим болып екіге бөлінді. Бүгінгі күні Италия мемлекеті болып қайта қалыптасты. Сонымен этностың қалыптасуы туралы Лев Гумилевтің теориясымен таныс болдыңыздар. Енді сіздерге қазақ этносының қалыптасуы туралы сұрақ бергім келеді. Қалай ойлайсыздар? Қазақ этносының қалыптасуы пассионар адамдар ықпалының нәтижесі ме? Немесе қазақ этносының қалыптасуы Қазақстан аумағындағы тарихи процестердің заңды нәтижесі деп санайсыздар ма? Неге? Осымен біздің жаңа тақырыбымыз аяқталды. Тыңдағандарға көп-көп рахмет.